Түбітті ешкілер жаңағы солардың жүні 6000-дан қабылданып жатыр. Қазіргі кезде нарықта бағасы 1 килограммы ешкінің жүнінің 6000 теңге. Сол адам көп екен. Енді бәрі етіп жатырған сияқты ғой. Мына ешкіге қанша сұрап жатсыз? 70 лira. Лағымен, иә? Лағы ұрғаш еркек? Әдемі ешкі екен, иә? Қысылған, иә? Қысылған. Сауын ешкі. 70 сұрап тұр. Жаман баға емес. Бірақ әне желіні. Басы кішкентай екен сауға. Емуге жақсы болғанмен лаққа. Сауынға. Кіттай екен, өте. Сол. Енді өзім малмен қызығып жүргеннен кейін бәрінің бағасын біліп жүрем ғой. 6000 теңгеден жүндер Алматыда қабылдап жатыр да. Оны басқа жақтарда, сіздер жақтарда қанша? Ешкінің жүні. Жазып кетіңіздер осы комментарийдің астына. Енді Алматы, как всегда, қымбат болатын еді ғой. Қаншадан деп жатсыздар? Қаншадан деп жатсыз? 53'ten berdim ben. Беріп тастадыңыз ба? Çok kaça oldu? 5 oldu. 53'тен тоқтылар, е? 53'тен дейді. 53'тен беріп тұр тоқтыларды. Өзім ешкіге қызығатын болғаннан кейін что-то кілең ешкі түсіріп кеттім ау деймін. Қазір байқап жатырмын соны. Қаншадан көке? Тоқтылар 65-70. Қаншаға берем дейсіз? Келіп берем екеуің бір жерден алды. Тұра. 65-70, е? 65-70 екеуін алсаң түсірем дейді. Енді бәрібірде оған малданатын адамға 90-ға жаңағы қозылы қойды алған артық болады, тоқталған şey. Енді анау сойысқа ғой.